Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында тағы бір 61 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Өзінің UFC-дағы дебютін үлкен хайппен жасаған Малкольм Уоллмейкер мен оның қарсыласы Американда Крис Маутиньо арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Атап өтейік, Крис Маутиньо бұрын UFC-де өнер көрсеткен жауынгер. Өзіміз білетінде Крис Маутиньо кезінде Шон О'Майлиге қарсы керемет кездесу өткізген болатын. Бірақ та Шон О'Майлиге қарсы кездесуде өкінішке орай төрешілердің тоқтатуымен жеңіліске ұшырағанын білеміз. Ал Малкольм Уоллмейкер өзінің UFC-дағы ең алғашқы дебютін UFC Kansas City'де өткен Fight Night'та жасаған болатын. Дәл сол Fight Night'та қарсыласын нокаутқа жіберу арқылы $50 000 бонусқа ие болып, осы бонустың арқасында дәнекерлеуші жұмысынан шығып, және де сол бонустың арқасында толыққанды UFC жауынгеріне айналғандығын атап өтейік. Және де осы хайп арқылы дәл қазіргі сәтте Малкольм Уоллмейкер Америка мен батыс жанкүйерлерінің арасында үлкен хайпқа ие болып отыр. Сарапшылардың көбісі делік Малкольм Уоллмейкерді үлкен фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіне Малкольм Уоллмейкердің дебютіне қарап, бұл жауынгердің тік тұрып соғысу мен бокс стилінің өте жоғары дәрежеде екендігін байқаған болатынбыз. Ал Крис Маутиньоға келетін болсақ, бұл жауынгердің де бокс стилі, тік тұрып соғысу стилі, сонымен қатар джиу-джитсу деңгейінің жақсы деңгейде екенін атап өтейік достар. Менің ойымша, бұл кездесуде Джорджия штатының өкілі Малкольм Уоллмейкер Крис Маутиньоны керінде төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Answering the call here at the Apex. What was that? That was insane.